Қандай қиындық келсе де естеріңізде болсын, қиындықтың өлшеулі соңы бар. Ол бір күні болмасын, бір күні бітеді. Мәңгілік ешқашан адам қиындықпен ғана сыналмайды. Өйткені ақ бар сияқты, қара да бар. Ыстық бар сияқты, суық та бар. Жамандық бар сияқты, жақсылық та бар. Қайғы бар сияқты, қуаныш та бар. Қиындық бар сияқты, жеңілдік те бар. Бәрі алма кезек. Бұл өмір сондай. Бұны суннату дуния дейді. Дүниенің өмірдегі бұл қағидасы сондай. Әлемге келген әрбір адам бұл қиындық сәттерден, міндетті түрде қолайсыздық сәттерден, тұрақсыздық сәттерден өтуі керек және өтеді де. Бірде бір адам баласы тұрақсыздықтан, қолайсыздықтан, қайғы қасіреттен, қиындықтан аман қалып көрмеген. Бірақ қандай қиындық болмасын, оның өзінің өлшеулі соңы болады. Соны пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам иннан насра маас сабри, расында жеңіс сабырдан кейін келеді. Ва иннал фараджа маал карби, қайғы қасірет көз жастан кейін бір қуаныш сәттері орнайды. Ва инна маал усри юсра, қиындықтан кейін міндетті түрде жеңілдік келетін ұмытпаңдар дейді.